Сәлем барлықтарыңызға, қыздар, жігіттер. Бүгін расклад тақырыбын финансовый жағдайға байланысты ашатын боламыз. Жұмыс іздеп жүргендерге жұмыс табылады ма? Жаңа бизнес бастайын деп жүргендерге жаңа бизнестер болады ма? Қалай өрбиді деген сияқты соны көретін боламыз. Қыздар, жігіттер, бірінші сіз энергетикаңызды көріп алайық, қандай адам екеніңізді. Сіз қазір қолыңызда қаражатыңыз жеткілікті деп айтсам да болады. Ақшаға деген құмарлығыңыз өте мықты десем де болады. Ақша десе жәндегі ақшаға деген ынтаңыз зор десем де болады жалпы. Қазір сізде барлығы толыққанды, барлығы жеткілікті болуы мүмкін. Сізден бұрын мұраға қалған зат болуы мүмкін. Мұра затыңыз болуы мүмкін бұл жерде. Бұл жерде турада жігіттер мен қыздарға общий. Жігітте қыздар шығып тұр ол жерде. Жігітті айтатын болсам бұл жерде ақылды, сондай ақылмен әрекет ететін, сондай мықты ер адам десем де болады. Қызды айтатын болсам, қыз бұл жерде қолында билігі бар, өзіне сенімді, интуициясына жәндегі көңіл бөлетін әйел адам десем де болады. Егер сіздерде осы айтып отқан тура келетін болса, жалпы өмірлеріңізде 67% тура келетін болса, онда бұл расклад сіздікі. Енді көрейік. Бірінші сұрағымыз жұмыс іздеп жүргендерге. Жұмыс табылады ма? Қанша уақытта табылады? Бұл жерде сіздерге жұмысқа деген ұсыныстар, 2-3 ұсыныс түсіп тұр. Жақсы ұсыныстар десем де болады, мелочь ұсыныстар десем де болады, айлығы аз да ұсыныстар да келіп тұрып жүрді сіздерге. Жұмыс іздеп жатқандарға, конечно, 3-4 жұмыс көріп отыр қазір десем де болады. Үшеуі де бәрі де сіздерге өзіңіз таңдауларыңыз бойынша түседі деген сөз. Жұмыс іздеп жүргендерге керемет, барлығы да мінекей ұсыныс жақсы деген мағына. Бірақ крупный деп айта алмаймын. Крупный ақша келетін жұмыс деп айта алмаймын, бірақ мелочьтен басталады десем де болады. Оған қаймықпасаңыздар да болады. Бірақ алдағы уақытта бәрі жақсы болады. Ал енді жаңа бизнес бастайын деп жүргендерге көрейік. Жаңа бизнес бастайын деп жүргендерге енді бұлар қазір асығып жатыр. Тезірақтан аштырып бизнесімді бастасам екен деген күшті керемет ой, сіздерде күшті фантазия. Сіз уже оның жаңағы өзіңіздің бизнесіңіздің бастамасын өзіңізді уже мен мықтымын, күштімін деп орныққан сондай адаммын деп ойлап отырсыз, қыздар да ерлер деп жүрді. Және сол сіздің үлкен армандарыңызға бір жерден сіздің қаржы түскенін күтіп отырсыз десем де болады. Немесе сіздер кредитке байланысты отказ келді, немесе үлкен сумманы сұраған болсаңыз, ол сумма отказ болып келді десем де болады. Немесе одан аз сумма беріп тұр десем де болады. Кредит болмаса, біреуден сұрайтын болсаңыздар да аз сумманы сіздерге беріп тұр десем де болады. Бірақ ол сумма сіздердің бизнес бастауларыңызға жеткіліксіз екенін өзіңіз де білесіз. Бұл жерде сіздің ашайын деп отырған бизнесіңізге конкуренциялар өте көп десем де болады. Конкуренттер көп, қиындықтар да көп, сізді аяқтан шығаратын адамдар да бар десем де болады. Көре алмайтын сондай жаңа бизнес бастайын деп жатқандарға. Енді уже бизнесі бар адамдарды айтатын болсақ, бизнесі бар адамдар
қалай өрбиді? Сіздер бұл жерде бизнес бар адамдарды айтатын болсам, бұл жерде сіздерге бір хабар келуі мүмкін, ол өтірік хабар болуы мүмкін. Барлығын өткен кездерінде өткен документтердің бәрін тексеріп, жөндеп қарап, бұл айтып жатқан хабарлар растау өтірік деп бақылауыңыз керек. Өйткені бұл жерде обман деген карта өтірік айтып болуы мүмкін сізге бір хабар. Бірақ сіз соны жақсылап тексеруіңіз керек, және сізге ондай емес деген сияқты қарсылықтар көрсететін адамдар болуы мүмкін, осы хабар әкелген адам. Бірақ алдағы уақытта өзіңізді тексеріңіз дегім келіп тұр бизнес бар адамдарға. Өтірік хабар әкелуі мүмкін. Дұрыс емес хабар әкелуі мүмкін болмаса. Қалай өрбиді көрейік. Сіздер бұл қиындықтардың бәрін өте керемет шешесіздер. Жұмысыңызға байланысты өтірік ақпарат дегенді қателіктерді дұрыстайсыздар, барлығы жақсы аяқталады десем де болады. Сіз өзіңіз тағыңызда өзіңізде бәрі жеткілікті болып тұрады. Сонда да бірақ қарсы конкуренциялар сіздерде де бар десем де болады. Енді осы осы бизнес бар адамдардың, осы соңғы бизнес бар адамдардың осы қараша айында материалдық жағдайлары қалай болады екен соны көрейік. Осы ноябрь айында осы бизнесі бар адамдардың қаржылық жағдайлары қалай болады екенін көретін болсақ, бұл жерде сізге бір ұсыныс жасауы мүмкін. Сіз бірақ ол ұсынысты қабылдаймын ба деген ойланыс үстінде болуыңыз мүмкін. Мүмкін қабылдағыңыз да келмеуі мүмкін. Яғни сіз әртүрлі ойда боласыз. Және басқа да адамдармен ақылдасасыз. Мүмкін партнерларыңызбен ақылдасасыз десем де болады. Немесе қандай да біреулерден кеңес сұрайсыз десем де болады. Бірақтан деген прибыльдарыңыз осы бизнесі бар адамдарға жақсы десем де болады. Байыппен, ақылмен шешім қабылдасаңыз, адамдармен ақылдасып, сіздерде бәрі жақсы болады деген сөз. Солнце деген шықтыр соңында. Бұл керемет деген сөз, жақсы деген сөз. Айдың соңында, қараша айының соңында финансовый жағдайларыңыз жақсы болады. Жақсы, қомақты қаржы бөлінеді сіздерде болады деген сөз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.